Кезім жоқ менің ағайын, ақиқат сөзді жасырған. Білімге құштар болдым мен, кішкентайымнан жасымнан. Ақты ақ деп бағалап, қараны қара деп қаралап. Кезім жоқ менің ағайын, ақиқат сөзді жасырған. 38-де оқимын, айналам менің ақ көңіл. Жақсы жайсаңдар қосылған, ақын боп туылмасам да, өлең шығардым тосымнан. Еділде туылмасам да, ертіске жуын басам да, еділдің ұлы мен болам, нысыбым менің асыл жан. Ұстанымымды айтайын, жақындарымның мерейін үстем қылып асырған, жауларым менің болса кер береке құтымды қашырған. Асыл жан деп қойды атымды, болсын деп биік асылдан. Замана мынау дамған, тарихы бірақ тым терең жалғасқан санау ғасырдан. Білім алсын деп ойлаймын, адастырмас сені ақ жолдан. Еңбек етіп жасымнан, халқыма адал ұл болам, жақсылығын асырған, жамандығын жасырған, сыйлаймын ата-анамды, сыйпаған менің басымнан. Ұлы Абай атамыз бір дана сөзінде, адам адамнан ақыл, ғылым, ар мінез дейтұғын нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық деген. Иә, шынымен де, бізде осы сайыста біліміміз бен біліктілігімізді сарапқа саламыз. 100-ден жүйрік, 1000-дан тұлпар бәсекеге түсетін осы бір аламан додада менің де топ жарып, үздік болуға үмітім бар. Асыл тастан, өнер жастан демекші, жыл оқушысы өнерлі, білімді де білікті, ұлт жанды. Бір ол сөзден мұқтаса, жан-жақты болуы тиіс, себебі елдің ертеңі білімді жастардың қолында. Осындағы әрбір сайыскердің өзіндік ерекшелігі мен мақсаттары бар. Енді мен неге жыл оқушысы атағын алғым келеді? Қазақта айтады, жігітке шет өнерді аз дейді. Мен өзімнің жаңа қырымды ашып, жаңа белесті бағындырғым келеді. Бұл менің ең үлкен мақсатым. Ердің намысы, елдің намысы дегендей, ауданымыздың намысын қорғау менің қолыма түсетін болса, мен еш аянып қалмаспын. 90 ауыз сөздің тобықтай түйініне тоқталсам, арманымызға мақсат бар. Мақсатымыз айқын. Осы жолда бар күш-жігерімізді саламыз. Ал жолдастарыма айтатыным, ақылдарыңа серікті,